Сәлем достар, бүгін біз актуалды қыз суретін саламыз. Ол үшін ең алдымен А5 форматтағы қағазды алып, ақ гуашпен осылай жоғары жағын бояп шығамыз. Менің ақ гуашым тез бітіп қала берді, сондықтан да мен осындай үлкен банкідегі гуашты алдырттым. Оны қайдан алды деген сұрақ туса, Каспи магазиннен заказ берсеңіздер болады. Құны 750 теңге, бірақ ұзаққа жетеді. Бізге бұл суретті салу үшін көк, яғни қанық көк, сары, қызғылт және де қара түс керек болады. Ол түстердің барлығын палитрамызға немесе кішкентай ыдысқа дайындап аламыз. Ал кейіннен бояуымызға кірісеміз. Байқағандарыңыздай каналымда жаңа видеоны шықпаған көп болды, бірақ енді дұрысталамыз. Видеоны көбірек салатын боламын. Міне осылай ақ гуашты жағып шықтық. Енді келесі кезекте сары гуашты алып жағып шығамыз. Осы ақ гуаштың үстіне. Яғни біз күн батыстың суретін, яғни аспанын бейнелеуге тырысамыз. Күннің батып жатқан уақытындағы бейнесін сурет арқылы бейнелеуге тырысамыз. Енді сары түсті аламыз. Сары түспен осылай арасына көк түсті қосып бояп шығамыз. Сол кезде бізде сары жасыл түс шығады, яғни көкті көп қоспаңыздар. Ол кішкене ғана рең беру керек жасыл түстің. Ал былай бір көзге қарағанда сары тонды бояу шығу қажет. Ал жоғары жағына ақ түсті қосамыз, себебі біздің аспанымыз жоғарыдан төмен қарай түсі өзгеру қажет. Енді кисточкамызды жуып аламыз. Сары түсті аламыз. Төменгі жағына қарай осылай көбіректе қалыңдау қылып сары түсті жағып шығамыз. Байқағандарыңыздай мені жаңа кисточкаларымды көрген шығарсыздар. Бұл кисточкаларды маған табу өте қиын болды. Себебі дүкендерге барған кезде бір кисточканың құны 800 теңге болған тұғын. Ал бұл кисточкалардың барлығын мен 2,5 мың теңгеге қателеспесем заказ бердім. Каспиден өте ыңғайлы бояуға және де түрлі формалы кисточкалар байқап отырсаңыздар. Ал суретімізге кірісейік. Ортаңғы бөліміне сары түсті жағып болғаннан кейін шамалы қызғылт түсті қосамыз. Яғни бізде сары қызғылт түс шығу керек. Ал енді сары түспен қызыл түсті қосып, қызғылт сарыны қанығырақ қылып салып, осылай домалақ күннің сәулесін деп айтсақ салып шығамыз. Яғни біз қазір күнді бейнелеуге тырысамыз. Күн батыста әдемі қылып бейнелеуге тырысамыз. Ең алдымен осылай қызғылт сарыны қанығырақ қылып алып, осылай сәуле шығарып жатқандай қылып күннен келіп жатқан сәулелер шашыратып салып шығамыз. Енді
кисточкамызды жуып шығамыз, және де осы домалақтың ортасына ақ түсті жағатын боламыз. Яғни күніміздің бейнесін деп айтсақ болады. Ақ түсті гуашьты алып, қалыңдау қылып домалақ бейнесін саламыз. Домалақтың контуры, яғни күннің контуры ондай қатты қанық болмасын десеңіз, яғни не ярко выраженный болу үшін саусағымыздың жұмсақ жермен, ішкі бөліммен күннің шетін ұрғылап шығамыз. Яғни бізге біздің саусағымыз көмектеседі. Қазір көре жатарсыздар қалай болатынын. Көріп отырғандарыңыздай, күніміз өте әдемі шығуда, күнге өте ұқсас. Егер де сіздерде олай шықпаса, онда тұрған еш нәрсе жоқ. Себебі сол жақтағы суреттің үлгісін қарап отырсаңыздар, суретімізде бізде ағаштың суреті болады. Яғни күніміз ағаштың арғы жағында қалады. Сондықтан да оған қатты фокус мән бермей ақ қойсаңыздар да болады. Бірақ әрине толық дұрыс жасалып шықсаңыздар, одан артық не болсын. Енді бізге қоңыр түс қажет болады. Ол қоңыр түске шамалы сарғылт түс қосамыз, және де шамалы қызғылт түс қосамыз. Себебі арғы жағында тұрған, бергі жағында тұрған талдардың түстері әртүрлі болады. Яғни күннің бойында тұрған талдың түсі қызғылттау болып келеді. Ал бер жағында тұрған талдар әрине қоңыр, қара түсті ренді болады. Енді кисточкамызды осылай бояудан артық бояуын қалдырып сығып аламыз десек те болады. Әрине егер де сіздер гуашыңыздың кепкенін күтсеңіздер дұрыс болады, бірақ мен кепкенін күткен жоқпын. Сондықтан да менде кейбір түстер аралас болады. Бірақ онда тұрған ешқандай қателік жоқ. Бұл сурет, бұл гуаш, сондықтан да түрлі жағдайлар болады. Осылай төменнен жоғары қарай ағаштардың сабақтарын, діндерін салып шығамыз. Неге төменнен жоғары қарай? Себебі төменнен жоғары қарай бастаған кезде төменгі жағы қалынырақ, үстіңгі жағы жұқарақ болып келеді. Бізге де керегі сол. Кейінірек күннің бойындағы талдарды салып шыққаннан кейін, бұл жерде тағы 2 тал қосамыз қазір. Салып шыққаннан кейін сабақтарын жоғары қарай әдемелеп шығарамыз.
Ал енді суретіміздің қызық жері келе жатыр. Қанық көк түсті алып қызыл көк түсті қосамыз. Оған кішкене ақ түсті гуашьты қосамыз араластырып. Сол кезде бізге күлгін түс шығу керек қой. Күлгін түске жақын түс керек. Сол күлгін түсті алып, қазір ағаштың жапырақтарын жоғарғы жағын бейнелейтін боламыз. Көрдіңіз бе, біздің менде қанық қызық күлгін түс шықты. Бірақ сіздерде егер дайын күлгін түс болса, әрине дайын түспен қолданғаныңыз дұрыс болар. Менде ондай дайын күлгін түс жоқ, сондықтан да жасауға міндетті болып шықтым. Көріп тұрғандарыңыздай, наборда менде осындай қызық кисточка бар. Сол кисточка арқылы мен қазір оңай тәсілмен осылай жапырақтарды бейнелеп шығамын. Өте оңай. Айта кетерім. Бірақ егер сізде бұндай кисточка болмаса, сіздер кәдімгі губканы алып, ыдыс жуатын губка немесе тұрмыс жағдайында түрлі губкалар көп қой, сол губканың кішкене шетін жыртып алып, бояуға малып, ақырында басып шықсаңыздар, тура осындай эффектті сурет аласыздар. Ағаштың жапырақтары түрлі формалы болады, сондықтан да фантазияңызға ерік берсеңіздер болады. Бұл түсті қатты басып жібердім немесе көп қып жібердім деп ойламаңыздар, себебі оның үстіне қазір көк, ақ түсті түрлі бояулар қосылады, себебі бұл қыс қой. Ағаштар қармен басылады барлығы. Ал енді ақ түсті гуашь пен қанық көк түсті гуашьты жақсылап араластырып шығамыздар. Бізге ақшыл көк түс қажет болады. Қатты ақшыл емес, әрине көгілдір түстен 1-2 тонға төменірек түс қажет болады. Және де бізге қара және де қоңыр түс қажет болады. Ең алдымен көк түсімізді дайындап болғаннан кейін қара қоңыр түсті араластырып, біз ағаш үйдің суретін бейнелеп шығамыз. Бояуыңызды жақсылап араластырып алыңыз. Сол кезде бояуыңыз біркелкі болады. Бір жіңішкелеу келген кисточкаңыз болса, сол кисточка арқылы үйдің суретін бейнелей бастаймыз. Ең алдымен үшбұрыштың суретін саламыз. Одан кейін төменгі жағына төртбұрыштың суретін саламыз. Еш қиындықсыз. Және де сол төртбұрыштың, үшбұрыштың барлық ішіндегі аймағын бояп шығасыздар. Сол кисточкамен, сол бояумен. Яғни сол түсті бояумен бояп шығасыздар.
үйіміз дайын болды. Енді бояуымыз күйіп кетпей тұрған кезде бергі жақта тұрған элементті, яғни талдың суретін бейнелеп шығайық. Жоғары жақта айтып кеткен болатынмын, бергі жақта тұратын талдың түсі өте қаны, қоңыр, қара түске жақын түспен боялатын болады. Бергі жақта орналасқан екі талды салып шығасыздар. Өте оңай тәсіл. Ең басты ереже төменнен жоғары қарай салу қажет болады. Ал енді уақыт өте келе біздің көк түсіміз кішкене кеуіп қалды. Оны жаналатып, үстіне ақ түс қосып, араластырып көбейтеміз. Себебі біз қазір суретіміздің төменгі жағын бояп шығамыз. Осылай жалпақтау келген кисточкамызды алып, солдан оңға немесе оңнан солға қарай бояп шығасыздар. Неліктен деп сұрасаңыздар, бұл яғни біз қазір қардың суретін бейнелеп жатырмыз ғой, жерде жатқан. Қар бізде біркелкі ешқашан орналаспайды, яғни желдің бағытына байланысты жауады, түрлі факторлармен байланыстырып, осылай бір шеттен екінші шетке орналастырып бояймыз. Ал енді керемет кисточкамды алып жуып, ағашыма жапырақтардың үстінен, яғни көк түсімізді алып, осылай ұрғылау тәсілі арқылы бояп шығамыз. Яғни бұл біздің қысқы көрініс. Егер күзгі көрініс болса, мен жапырақтарына тиіспесе едім, бірақ бұл қыс болғандықтан ағаштың жапырақтары, сабақтары барлық қардың астында болады. Сондықтан да көгілдір түспен осылай бояп шығамыз. Бірақ астыңғы жағын, бөлімін, яғни астындағы күлгін түсті жапырақтарды боямауға тырысыңыздар, себебі ол бояудың астында қалса көрінбей қалады. Ал енді сол бояуымызбен, сол кисточкамен үйдің үстіңгі бөлімін, жан жағын көгілдір түспен бояймыз. Яғни біздің үйді қардың астында қалғандығын бейнелейміз. Өте оңай тәсіл. Үйдің контуры бойынша осылай көгілдір түспен салып шықсаңыздар, және де үйдің ортаңғы бөлімінде терезелер, есік элементін майда кисточкамен салып шықсаңыздар, өте керемет болады. Сонда суретімізге басқаша көзқарас туындайды. Және де ағашымыздағы да, яғни ағаштың діні, сабағындағы қарды да ұмытпаймыз. Барлық элемент бұл жерде өте маңызды.
ағаштардың сабақтарын салып біткеннен кейін ақ түсті гуашьты алып осылай кішкене ғана оттенок бересіздер, яғни көп емес штриховка жасаймыз. Яғни бұл бізде қардың қар екенін бейнелейтін элемент. Кейінірек ақ түсті көбіректеу араластырып, осылай жапырақтың үстіңгі бөлімін бояп шығуымыз керек. Яғни эффект жасаймыз. Қардың қар екен. Бірақ ақ бояуды көп мөлшерде жағып жібермеңіз. Көп мөлшерде жағылып кетсе, онда көк түсімізді, күлгін түсімізде байқалмай қалады. Кейінірек көк астымыздағы суретіміздің қағазымыздың төменгі бөліміндегі көк жатқан қардың үстіне де ақ түсті қосамыз, яғни штриховка жасаймыз, немесе желді бейнелейміз десек те болады. Осылай қардың бір қалыпты жатпағанын, қыраулар бар екенін бейнелейміз. Яғни масса береміз. Ал енді соңғы элементтер ақ бояуды алып, кішкентай жіңішке кисточкамен штриховка жасап шығасыздар. Ағаштың үйдің бойындағы кейбір қалып қойған жерлеріне толықтырулар жасап, суретімізді аяқтаймыз. Ал енді бізбен бірге сурет салып үйренгің келсе, каналымызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Сау бол, келесі көріскенше.